Тәтті ұйқыда жатқан Гүлзинат орнынан атып тұрды. Шілтерлі перденің арғы жағындағы әйнекке көз салды. Күн жан-жағына жарық сәулесін шашып, ұйқыдан тұрыңдар дегендей күлімдеп жоғары көтеріліп келе жатыр екен. Далада қыбыр еткен жан баласы көрінбейді. Бәрі ұйқысынан тұруға ерініп жатқандай, терезелерін жауып алған. Жаз мезгілінің соңғы күндері болғандықтан ба, күздің салқын лебі есіп тұр. Самал жел ашық тұрған желдеткіштен шілтерлі пердені үрлеп қозғалтып тұрғандай. Самал жел жайлап келіп Гүлзинаттың бетінен сипап мұздатып барады. Түні бойы әр нәрсені ойлаған ол, ұйқысын қимай, көрпені бүркене жауып әрі қарай ұйқыға кетті. Кенет анасының «Гүлзинаш, ұйқыңнан тұр» деген сөзді естіді. Содан еріне жатып, керілі, созылып, терезеге қараса, күн Тастөбеге келіпті. Жаңа ғана ұясынан енді шығып келе жатқан уақытта ұйқыға кетіп, 5 минутқа көзін ашып жұмғандай еді, сол аралықта сағаттар жылжып үлгеріпті. Тұртырдан хабар келсе, ұйқыдан маза кетеді деген ол, көзін уқалап, ұйқысынан әзер ашып, көрпесін ысыра салып, еріне ұйқысынан тұрды. Орнынан тұрып айнаға қарағанда өз түрінен өзі шошып кетті. Көзі түнімен жылағаннан, одан қалды мезгілсіз ұзақ ұйықтағаннан ісіп кетіпті. Анасы көріп уайымдамасын дегендей, көзінің ісігін басу үшін өзінше әрекет жасады да, төсегін жинап, шашын резинамен түйе салып, бөлмесінен шықты. Бөлмесінен шығып, салқын сумен жуынып алмақшы болып сыртқа шықты. Сыртқа шықса, бағанағы күздің ескен самал желдің ізі де жоқ. Күн денені қыздырып бара жатыр. Қап, ертерек тұруым керек еді. Енді мына ыстық күннің астында қалай жұмыс жасамақпын деп айтты ішінен. Ұйқысынан оянған қызын көрген Анипа: «Қызым-ау, аманбысың? Саған не болды? Тал түске дейін ұйықтадың ғой, мұндайың жоқ еді. Әйтеуір бір жерің ауырып қалмады ма?» деді ерке қызының алдында бәйек болып. Гүлзинат болса түнімен жылағаннан ісіп кеткен көзін көрсетпейін дегендей, аяғын жылдам басып, қол жуғышқа қарай қадам басты. Анипа қызының өзіне жауап қайтармағанына таңырқап, бәлкім кеше құрбыларымен бас қосуда көңіліне келетіндей жағдай болды ма екен деген оймен үйге кіріп, ерке қызына шай әзірлеуге кірісті. Осылайша дастархан басында үндемес ойнағандай анасы мен қызы отырып шай ішті. Бір уақытта тыныштықты Гүлзинат бұзды. «Әкем жұмысқа кетті ме?» «Иә, азанда ертемен тұрып кетті. Бүгін жұмыстарында тексеріс келмекші ме екен?» деді анасы. «Арман мен Асыл қайда?» деп ізінен ерген екі інісін сұрады. Олар үйде отырушы ма еді? Достарымен ойнауға кетті. Енді санаулы күнде сабақтары да басталады. Ойнауға уақыттары да болмайды. Сабақ басталғанша бойларын жазып алсын. Анашым, оларды олай еркіне жібере бермей арасында үйге тірлік жасауға үйретсеңізші. Мен ертең оқуға кеткенде сізге де қолғабыс ететін адам керек қой, деді Гүлзинат. Сен оқуға кетсең, біз әкең екеуміз қарап отырғанымыз жоқ. Бірдеңесін қылармыз. Оларды жайлап тірлікке үйретерміз. Бүгін саған не болды? Ұйқыңнан тұра салып екі бауырыңа шүйліктің ғой. Ештеңе болған жоқ анашым. Жай ертең күні бәріне өзіңіз жүгіріп қиналып қалмаңыз деп жатқаным ғой, деді анасына еркелеп. Бағанағы жоғарғы тон түсіре сөйлеп, анасы қызының қою қара шаштарынан сипап маңдайынан сүйіп: «Айналайын, қайда жүрсең де аман бол. Бізді уайымдама, біз өз күнімізді өзіміз көрерміз», деді. «Жарайды анашым, мен әкем келем дегенше кеше тапсырған жұмыстарын жасап тастайын» деп ыңғайлана берген Гүлзинатқа: «Қызым, сенде бәрі жақсы ма? Көңіл күйің жоқ сияқты ғой». «Анашым, менде бәрі дұрыс. Тек мезгілсіз ұзақ ұйықтағаннан болар» деп анасы кешегі жайт туралы сұрап қалар ма деп жылдам тұрып сыртқа шығып кетті. Гүлзинатты қанша жерден анасы жалғыз қызым деп еркелетсе де, ол өзін үйдің еркесі санамайтын. Мінезі тұйық, ешкіммен ашылып сөйлесе бермейтіндіктен бе, ол көбіне болған жағымсыз жайттарды ішіне сақтайтын. Бұл жолы да анасына болған жайтты айтпай ішіне сақтауға бекінді. Сондағы бар ойы аурушаң анасы уайымға берілмесін деген ой еді. Осылайша қолына орағын алып, әкесінің тапсырып кеткен жұмысы бақшадағы арам шөптерден тазалау еді. Күн қанша жерден ыстып денені күйдіріп бара жатса да, қазір әкесінің жұмыстан келіп, жұмыстың бітпегенін көріп қабағы түйілетінін көрмеу үшін жұмысты бітіріп тастауға кірісті. Сырттағы жұмысты бітіріп үйге кіріп, кешкі асты әзірлеуге анасына қолғабыс етті.
Кешкі ас әзір болуға жақындағанда ойыннан қолдары босамайтын екі бауырын тауып келуге үй-үйді аралауға көшеге шықты. Әзер дегенде көшенің соңғы жағындағы бір үйден ойынға беріліп кеткен екі бауырын тауып алды. Олардың үсті-басы құдды бір жаз басталғалы жуынбағандай лас еді. Ол оларға су дайындап дұрыстап жуынуын талап етті. Жандарында тұрды. Осылайша кешкі асты әзір болды. Кешкі астың дайын болғанын күткенде әкелері де қақпадан кіріп келді. Ұлдары әкелерінің алдынан жүгіре шықты. Әкелері ұлдарына арнап алған тәттілерін үлестірді. Мәз-мейрам болып келе жатқан олардың алдынан Көзенат шықты. Сол кезде барып Әскербек Көзенатқа да біреуін ала салмағаны есіне түсті. Сонан соң Әнипаға әкеле жатқан тәттіні Көзенатқа ұстатып, анаң екеуіңе деді. Рахмет, әке. Сіз тапсырып кеткен жұмыстарды жасап қойдым деді. Жарайсың, сен болмасаң қайтер едім, деді. Әскербек осылайша бәрі арқа-жарқа болып, әкелерінің тексерістен аман-есен өткенін айтып көңілденіп кешкі астарын ішті. Көзенат анасымен бірге кешкі астың орнын жинасып өз бөлмесіне қарай кетті. Бұл бөлменің әр бұрышы Көзенаттың балалық шағының естеліктеріне толы бөлме. Осы бөлмеде Көзенат ішкі жан дүниесінде қуанышты сәт пен қайғы-мұңға толы түндерді өткерді. Бүгін де мұңға толы түн өтпекші. Иә, мұңға толы түн. Әкесі тағы да өзінің екі ұлына жеке-жеке тәттілерін үлестіріп, ал анасына келген тәттіні бөлісерсіңдер деп берген жанына батты. Бұл жайт бірінші рет емес еді. Осы кісі үйлеріне әкесі болып келгелі Көзенаттың көрген күні осы. Анасының көзінше өбектеп өз қызындай көреді, ал анасы жоқта оның бар екені де сезілмейді. Міне, биыл 12 жылға бара жатыр. Өзінің әкесін өз өмірінде көрмеген, тек суреттерінен көріп түрінің қандай болғанын білетін. Кейде әке мейірімін аңсап, өзін қолдайтын әке ақылы керек еткенде Әскербекке жөнеді. Бірақ ол мұны жай ғана осы үйдің бір тұрғыны ретінде қабылдайтындықтан Көзенат оның жанына жолақысы да келмейтін. Көзенат 5 жасында осы үйге мен сенің әкеңмін деп келген кезінде маңдайынан бір өпкені бар. Ал одан кейін құшағына қысып, маңдайынан сипап әкелік мейірім танытпағанда екен. Сондықтан да болар, ол оны әкем деп айтқанымен, ол бұл үшін осы үйге ұзақ мерзімге пәтер жалдаушы ретінде келген адамдай қабылдайтын. Көзенат Әскербекті әке деп атағысы келмесе де, анасының көңілі үшін, соның көңілі үшін ғана солай айтатын. Көзенаттың жүрегін тыныштандырып, өзін сабырға келтіретін бір-ақ нәрсе. Жалғыз үміті ол оқуға, грантқа түсіп, бұл ауылдан көз көрместей жаққа жоғалу еді. Ол сол үшін талмай еңбектеніп, оқып, тәп-тәуір бал да жинады. Осыдан бір апта бұрын ғана өзінің жүрегі қалаған мамандықтар мен қалалар таңдап келді. Енді соның жауабын естіп, сол аталған қаладан жаңа өмір бастап, өмірінің баспалдағын құру. Көзенаттың жатса тұрса тілегі сол. Мінекей, көптен күткен күнде келіп жетті. Көзенат қобалжып жүр. Үй шаруасымен айналысып жүр деген аты болмаса, екі көзі қақпада. Грантқа ілінгендердің тізімі шығатын газетті күтіп жүр. Бар тілегі осы газеттен жақсы жаңалық келгенін тіледі. Көзенат қанша жерден қиналып қобалжыса да, күткен газеті бірден келе қоймады. Осылайша қақпаға алаңдаумен болған Көзенат кешті деп батырды. Бір кезде қақпаға қарай бір адамның адымдап жүріп келе жатқан дыбысы шықты. Сосын бір газет қақпаның төбесінен ұшып жерге шашыла түсті. Көзенат құдды бір қылмыс жасап жатқандай жан-жағына елеңде қарап, шашылған газеттерді тез-тез жинап өз бөлмесіне кетті. Өз бөлмесіне келе сап, газет беттерін ақтарып өз есімін іздей бастады. Кенет газет бетінде жүйткіп келе жатқан қолдардың әдем саусақтары кілт тоқтай қалды. Не айқайлап бар әлемге жар салып қуанарын, не көз жасын былап жыларын білмеген Көзенат тұрған орнында өз есімін кемі 100 рет оқып тұрып қалды. Қызын іздеген Әнипа дәу де болса өз бөлмесінен шығар деп, бөлмесіне қарай қадам басып, қызының бөлмесінің ашық тұрғаны, оның бөлмесінің қақ ортасында қаққан қасықтай боп тұрғанын және айналасында газеттің шашылып жатқанын көріп, анасының ойына бірінші келген ой, қызым оқуға түсе алмай ашумен газеттерді айналасына шашып тастағаннан қазір ол сол тұрған жеріне сұлық түсіп құлайды деген оймен қызына жетуге тырысты. Күнде осы бөлмеге тез-ақ жете қоятын еді, ал қазір үй кеңіп, бөлме алыстап кеткенде қызына жете алмай бар күшін аяғына салып алға қарай жүгіріп келеді. Әйтеуір дегенде қызының жанына жетті. Бірақ Әнипаның ойы қате болды.
Гүзинат өз көзіне өзі сенбей таңқалып тұр екен. Ол өзі арман еткен, жаны қалаған мамандықпен оқуға түскен екен. Өзінің оқуға түскенін айтқан Гүзинат анасын құшақтап қуаныштан жылап талды. Анасы мен қызы бір-біріне өз қуанышын айтып, армандарымен бөлісіп жатты. Кенет сырттан «Әнипа!» деген дауыс шықты. Ащы дауыстан селт ете қалған анасы мен қызы орындарынан атып тұрды. «Ау, көрші, аманшылық па, не болды?» деп сыртқа қарай сөйлей шықты. Әнипа ұлы арманмен жұлым-жұлым шыққан киімін көріп тұра жүгірді. «Аман, аман, дені сау. Тек киімнің жыртылғаны болмаса, бала емес пе? Футбол ойнап жүргенде қайсысы екенін білмедім, біреуі допты дұрыс тебе алмай гол салмағаннан бір-бірімен жұлса кеткен. Сөйтіп жаға ұстасып тұрғандардың үстінен түсіп, әрқайсының үйлеріне таратып жүрген жайым бар. Осы футбол осының түбіне жетті-ау. Тым жақсы киіміңді жыртып, қазір әкең келсін, сені тәртіпке салады». «Жоқ, анашым, әкеме айтпашы, өтініш айтпашы» деп жыламсыраған ұлына ұрысқан сыңаймен «Дереу бар да душқа түсіп, кешкі асыңды іш. Қазір әкең келеді. Мен Асылды алып келейін» деп сыртқа қарай беттеді. «Асыл біздің үйде. Арманға қарағанда тыныш екен. Менің ұлыммен шахмат ойнап отыр» деді көршісі. Көрші, бір анадан жаман да жақсы да туады, қорқақ та батыр да туады дегенге сенбеуші едім. Мына Арман мен Асылдың егіз екенін түрлері ғана айтады. Ал жасаған әрекеттері құдды бір екі ана екі әкеден туғандай дейді. Осылайша түрлі эмоциялар жиналған күнде өтіп бара жатыр. Күн тіршілік қамымен зыр жүгіріп жатқан адамдарды қимағандай өз ұясына батып бара жатты. Арман: «Қазір әкем келіп мені қалай жазалар екен» деген қорқынышпен дір-дір етіп төсегінде жатыр. Асыл: «Қандай тамаша күн өтті» дегенде пысылдап тәтті ұйқыда жатыр. Гүлзинат арманындағы студенттік күнді көз алдына елестетіп тәтті қиял құшағында жатыр. Әнипа күйеуі Әскербекті күтіп аман-есен келсе екен деп тілеп көз іле алмай сарылып күтуде. Әскербек үйіне қайтқысы келсе де қайта алмайтын еді. Себебі ол ауруханада ес-түссіз халде болатын. Бір отбасында болып жатқан түрлі эмоцияларды тамашалаған түнгі ай орнын күнмен алмастырды. Түнімен уайымдап ұйықтай алмаған Әнипа үй ішіндегі шаруаны бастап кетті. Ау телефонын шұқылай береді. Сондағысы күйеуі Әскербектің нөмірін тереді. Бірақ арғы жағындағы дауыс телефон өшірді деген сөзді айтудан жалығар емес. Амалы таусылған Әнипа осы уақытқа дейін келмегеніне қарағанда бір бәле болғаны анық деп жұмысына іздеп баруға бел буады. Жұмысына барса, жұмысындағылар оны үйінде деп ойлап отыр екен. Үйінде емес екенін естіген олар дереу іздестіру жұмыстарын бастап кетті. Құдайдың өзі көмек көрсеткендей іздеу жұмысы көпке ұзамай хабар дереу келді. Жолда көлік апаты болған екен. Бірақ аса ауыр жараланғандар жоқ. Барлығы ауруханаға дер уақытында жеткізілген. Аман-есен екендігін естіген Әнипа дереу үйге келіп, үй шаруасының қызына мықтап тапсырып, өзі қаладағы ауруханаға тартып отырды. Расымен де жарақат аса ауыр емес екен. 2-3 күнде үйге шығатындығын естіп, үйіне қайтты. Күндер зулап, Гүлзинаттың оқуға кететін күні де келіп жетті. Арман қуып қалаға келген Гүлзинат өзінің диплом алып, маман атанатын сәтін қиялдап қояды. Қалаға келесіп жатақханаға орналасады. Қасындағы бөлмелес қыздар да өзінің группаластары болып шығады. Бәрі бір-бірімен танысып, қаладан жақын туыс тапқандай қуанышты көңіл-күйде еді. Бір дастархан басынан ас ішіп, мәре-сәре болып ертеңгі университетінде өздері алғаш куә болатын мерекелік іс-шара білім күніне дайындалып жатты. Таң атты. Бір жағынан қуанған, екінші жағынан жаңа ортаға енетін қыздар қобалжып таңғы астарын ішер-іспестен университетіне қарай аттанды. Мерекелік шараны тамашалап болған олар жетекшілермен таныспақ болып, оны іздеп әр кабинеттің есігін қағып жүреді. Адасып жүріп әзер дегенде тапты. Жетекшілері биыл оқу бітіріп енді ғана жұмысқа орналасқан жас маман екен. Топ болып жиналып сабақ кестелерін алып үйлеріне қарай қайтты. Студенттік кезеңнің тәтті шақтарын жақсы көңіл-күймен бастамақ болған бөлмелес қыздар орталық алаңға шығып суретке түсіп өздерінше мәз-мейрам болысты. Кешкісін бөлмелеріне келіп бүгінгі күнде болған жайттарды еске түсірді. Университетте қажетті кабинетті таппай адасып жүргендерін естеріне алып бір күліп алды. Осындай көңіл-күймен тәтті ұйқы құшағына еніп кете барды. Бәрінен бұрын Гүлзинат бақытты еді. Ол бұрынғыдай жалғыз өзі жапан далада қалғандай емес, жанына жақын құрбы қыздар тапқандай еді. Гүлзинаттың студенттік өмірі қызыққа толы болып өтіп жатты. Өзінің таңдап түскен мамандығы болғандықтан әр сабақ
мұғалімдердің оқыған лекциялары да ұнайтын. Қысқа толы сабақтарын оқып жүріп, бірінші семестрін бітіріп, емтихандарын да тапсырып тастаған байқамай қалды. Бірінші семестрде барлық сабақтарынан үздікке шыққан ол енді жоғары дәрежедегі стипендия алатын болды. Қуанышында шегі жоқ. Сол қуанышымен анасы мен бауырларының сыйлығын алып, ауылына қарай жолға шығады. Ауылына келгенде құдды бір сыйлы қонақ келгенде дастарханға бар тәттіні қойып сый құрметпен күтіп алды. Әкесі де бұрынғыдай емес, жылы шыраймен қарайтындай. Гүлзинат өзін бақытты сезінді. Демалыс күндерін құр өткізбейін дегендей Гүлзинат анасына қолғабыс жасап, үйдің ішін бір ақтап, тап-тұйнақтай етеді. Сонымен қатар ойында жүрген кітаптарын алып оқып, анасымен бірге көрпе тігіп тоқыматы қойды. Осылайша студенттерге арналған 2 апталық демалыс күні аяқталып, Гүлзинат қалаға кетуге қамданып оқуға аттанады. Өз ауылдарынан келіп бас қосқан бөлмелес қыздар ауылдарында болған қызықты жайттарды айтып, әңгіме-дүкен құрады. Таң атып, әдеттегідей бәрі университетке барады. Группаластар бір-бірін көріп, көргендеріне қуанып, іштерінде жиналған әңгімелерін айтып жатты. Кенет дәрісханаға пән оқытушысы Серік Біржанұлы кіріп келеді. Бірақ көрген бойдан әңгімесін кілт тоқтатып, қайдан көрдім дегенде мойнындағы ленталарды қозғай бастайды. Иә, есіне түсті. Сол сәтте Гүлзинаттың төбесінен біреу мұздай су құйып жібергендей еді. Иә, Гүлзинат қателеспеді. Бұл келген мұғалім осы кезге дейін анасы суретін көрсетіп, бұл сенің әкең, ол жол апатынан қайтыс болды деп жүрген адам еді. Солай болса да, Гүлзинат жоқ, ол емес, тек соған ұқсайтын адам деп өз-өзін алдауға тырысты. Қазір сабақтан соң адамнан дұрыстап сұрап алайын, босқа дүрлікпейін деп барынша сабырлы болуға тырысты. Гүлзинат үшін ол ең ұзаққа созылған сабақ уақыты да аяқталды. Ол құрбыларына басқа жақта шаруасы шығып қалғанын айтып кетіп қалады. Сыртқа шыға сап анасының нөмірін тереді. Сонымен қатар сабақтан отбасы туралы жазуға тапсырма бергенін, ол оған өтірік мәлімет емес, шынайы мәлімет жазғысы келіп тұрғанын айтып, туған әкесі туралы білетін бар мәліметті сұрайды. Күдік тудырмас үшін екінші әкесіне және бауырлары туралы да мәлімет сұрап өте салады. Анасы айтқан мәліметті алып, әлгінде ғана сабақ беріп өткен мұғалімі туралы мәліметпен салыстырады. Тұп-тура. Есімі, тегі, әкесінің аты, оқыған оқу орны, ал туған күні туралы білмейтіндіктен тағы да тығырыққа тіреледі. Жоқ, бәрі жай ғана сәйкестік, ұқсастық деп өз-өзін алдайды. Осылайша жақсы араласатын мұғалімдер арқылы ол мәліметті де, басқа мәліметтерді біліп алады. 2 мәлімет бірдей. Ол мұғалімнің әр сабағы сайын ішінде сақталған сырдан түн шыққан Гүлзинат бір күні сабақ соңында мұғаліммен жеке жолықпақ болады. Ол үшін орайлы сәтті күтіп біраз жүреді. Ақыры бір күні ол сәтте туады. Қалай сөйлесерін, қалай сөз бастарын білмеген Гүлзинат біраз тұрып алып, алдындағы студенттердің бірдеңе айтқысы келген байқаған сезген оқытушы, бірдеңе айтқың келді ме, айта ғой, тыңдап тұрмын дейді. Сол кез күткендей Гүлзинат: сіз өзіңізді бір көруді, бір тілдесуді аңсап жүрген қызыңыздың бар екенін білесіз бе дейді. Ештеңе түсінбеген оқытушы сұраулы жүзбен Гүлзинатқа қарап: не дейсің дейді. Бұл Гүлзинаттың ойы еді. Ол қанша жерден күш жинап, ішіндегі сұрақтарға жауап алғысы келсе де ала алмады. Одан да анамнан нақтылап мән-жайды сұрайды. Өлді деп жүрген адамның тірі екенін айтайын деп, сол күннен қалмай ауылға тайып тұрады. Ауылына келсе, анасы түсінбей: қызым, аманшылық па? Бәрі дұрыс па? Демалыс емес, мейрам емес, үн-түнсіз келгеніңе жол болсын. Менің келгеніме қуанбаған сияқтысыз ғой. Неге олай дейсің? Әрине қуаныштымын. Тек ойламаған жерден ауылға келгеніне таң қалып тұрғаным ғой. Жай сіздерді сағындым дейді анасын құшақтап. Бәрі дұрыс болса болды деп әрі қарай қазбалап сұрауды жөн санамайды. Гүлзинат анасымен оңаша ашылып сөйлесетін уақыт кешкісін, бәрі ұйықтап жатқан уақыт деп сыр білдірмей жүре береді. Жоспар бойынша межелі уақытта келеді. Гүлзинат теледидар көріп отырған анасының жанына келіп: анашым, жүріңізші менің бөлмеме дейді. Онда не бар, осында айта берші дейді. Әкем туралы сұрағым келеді дейді, құлағына сыбырлап. Әнипа амалсыздан орнынан тұрып, қызының бөлмесіне қарай жүреді. Иә қызым, сұрай бер, тағы не білгің келеді? Бәрін басынан бастап айтып беріңізші, өтініш. Қызым, о дүниелік болған әкеңді несіне сұрай бересің? Ол туралы осы кезге дейін бар білгенімді айттым. Алдында да сұрадың телефон арқылы. Не болған саған қайта-қайтан сұрап? Анашым, сенесіз бе? Сол әкем туралы айтқан мәліметіңізбен бірдей тағы бір адам бар.
Ол маған сабақ береді. Қалайша? Жоқ. Қызым, бұл жай ғана сәйкестік. Бар болғаны сәйкестік, деп анасы орнынан атып тұр. Қызы әрі қарай ештеңе демесе екен дегендей ішінен. Анашым, ешқандай да сәйкестік емес. Дәл мұндай ұқсастық болуы мүмкін емес. Егізі болса да дәл сіз айтқандай сәйкес болуы мүмкін емес. Мен бүгін оның өзінен сұрамақшы болдым. Бірақ анық-қанығын сізден біліп алайын деп келдім. Егер сіз айтпасаңыз, онда өзінен барып сұрайын. Сондықтан ештеңе жасырмаңыз. Жоқ, қызым, жоқ. Ешкімнен ештеңе сұраудың керегі жоқ. Бұл менің сырым, менің жүрегімдегі сыр. Кел, мен саған бәрін басынан бастап айтып берейін. Мен бұл сырды өзіммен ала кетемін деп ойлаған едім. Бірақ мен айтпасам, сен бәрін білдіресің. Одан да өз аузымнан тыңда. Осыдан 20 жыл бұрын Әскербек екеуміз бас қостық. Ол кезде жасым енді ғана 20-ға толған еді. Көп ұзамай аяғым ауыр болды. Бірақ бала өлді туылды. Әбден жаным қиналды. Маған бұл өмірде бәрі қас дұшпандай көрінді. Күйеуім мені қанша сабырға шақырғысы келсе де, мен өзімді сабырға шақыра алмадым. Ақыр соңында айырылысып кеттік. Уақыт зулап өте берді. Бір күні үй жинап болып қоқыс төгуге бардым. Қоқысты тастай бергенімде бір жылаған сәбидің дауысын естідім. Мен әлі қызымды ұмытпаған екенмін. Дауысы құлағымда деп құлағымды басамын. Қайтадан ашамын. Дауыс бағанағыдан да қатты шықты. Бұл дауыс менің құлағымда емес екендігіне көзім жетті. Содан соң дауыс шығып жатқан жаққа аяқ бастым. Қоқыс бөшкелерінің арт жағындағы қабырғаның түбінде бір сөмке тұр. Қолым дір-дір етіп сөмкені аштым. Қарасам, ішінде кіп-кішкентай сәби жатыр. Қыз бала екен. Еш ойланбастан қолыма көтеріп алдым. Шетінеген қызым қайтып келгенде қуанып құшағыма қыса бердім. Содан соң денсаулығын тексертуге ауруханаға бардым. Денсаулығы жақсы екен және оны балалар үйіне жіберетінін айтты. Бірақ мен оған қарсы екенімді, баланы асырап алатынымды айттым. Олар толыққанды отбасына ғана баланы беретінін айтты. Көңілім құлазып, саябақта отырсам, қасыма біреу келіп, «Әнипа, бұл сен бе?» деді. Басымды көтеріп қарасам, сыныптасым Серік екен. Оған барлық жайтты еш бүкпесіз айтып бердім. Ол қызға әкесі ретінде бара алатын, қандай шарттар болса да бәріне әзір екенін айтты. Осылайша біз тек қағаз жүзінде ғана некеге тұрдық. Барлық құжатты дайындап, баланы асырап алған соң, аз уақыт өткеннен кейін қайта ажырастық. Осылайша сәбиіммен бақытты өмір сүріп жаттым. Содан бір күні Әскербекпен кездесіп, тіл табысып қайтадан бас қостық. Міне, содан бері біргеміз. Әлгі асырап алған сәби менің жүрегімнің түбіндегі сыр еді. Сен тіміскіленіп қоймаған соң амалсыздан айтып отырмын, қызым. Сол сәби сен едің, деді қызына қараған Әнипа. Жаны жасқа толған қызын құшақтап алады. Қызым, жаным, құлыным, қандай жағдай болса да, сен менің жанымсың, жүрегімнің бөлшегі болып қала бересің, деп анасы мен қызы көз жастарына ерік береді. Анасы қызын жұбатып, өз төсегіне жатқызып, қасында отырып, шашынан сипап ұйықтатады. Бөлмеден анасының шығып кеткенін сезген Гүлзинат өзін өзі ұстай алмай көз жасына ерік береді. Қалайша? Мен сонда ешкім керексіз болып дүниеге келгенмін бе? Мені тіпті туған анам да керек етпегені ме? Онда неге? Не үшін дүниеге әкеледі? Мені қоқыстың жанына тауып алса, демек менің дәрежем ешкімге керексіз, қоқыспен бірдей болғаны ғой деген сансыз жауабы жоқ сұрақтан миын шырмап жатып, қалай ұйықтап кеткенін байқамай қалады. Гүлзинат көзін ашса, таң ұясынан шығып, күн тастөбеге келген екен. Айналасына көз жүгіртіп қараған ол өзін бөтен біреудің үйінде рұқсатсыз кіріп кеткенде ыңғайсызданады. Ешкім естімесін дегенде жаймен қозғалып, аяқ ұшымен сыртқа есікке қарай беттеді. Сол кезде ас үйден Әскербек пен Әнипаның сөздерін естіп қалады. Әнипа, осы біздің қызымызға не болған? Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Неге сұрадың? Жай. Себепсіз оқуынан сұранып ауылға келді. Кеше кешкісін сені бөлмесіне оңаша алып кетті. Егер бір қиындық туындаса, денсаулығында кінәрат табылса, айт, бірге отырып шешейік. Қанша дегенмен жалғыз қызымыз ғой. Бұл сөзді естіген Гүлзинат жаңа ғана өзін бұл үйде бөтен сезініп, қашып кетпек болған ол, осы үйдің адамдары мен мына үй, оның ең бір жақындары мен өмірінің мәні екенін түсініп, бөлмесіне қайтадан келіп, егіліп жылай берді.
Иә, оны туған анасы мен әкесі керек қылмаса да, туғанындай көретін әкесі мен анасы бар екенін түсініп қатты қуанады. Кезінде осы үйден құтылғанша, қалаға кеткенше асыққан ол өз қылығына ұялады. 2 күн сабағын жіберіп алған Гүлзайнат заттарын жинап қалаға қарай аттанады. Ол өз өмірін жаңа аппақ парақтан бастау үшін алға қарай қадам жасауға бет бұрады. Анасының жүрегіндегі сырды тыңдап, көңілі толқынысқа түскен қыз бұрынғыда айналасындағы адамдарға күдіктеніп қарамайтын болған. Ол адам қандай болса да, Құдайдың өзі маған осы адаммен жолығуды, тілдесуді нәсіп еткен, өмірімнің бір бөлігінде керек болады деген оймен жүретін. Расымен де, егер кезінде қазіргі анамдап жүрген адам Құдайдың қалауымен осы қызға жолығуды нәсіп етпегенде, қазір бұл қыз қайда, қай бұрышта жүрер еді, кім білсін. Бір арудың бойына жетерліктей сұлулық Гүлзайнаттың да бойынан табылатын. Жақсы тәрбие алып өскендіктен де болар, адамдармен қарым-қатынасы ерекше болатын. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді кейде құрбылары осы қызға қарап үлгі алатын. Тек сабақты ғана оқып қоймай, түрлі жарыстарға да қатысып, барған жарыстарынан орын алмай қайтпайтын ең бір белсенді студенттердің бірі. Жанында жүрген құрбылары қызғанада қызға қарайды. Гүлзайнаттың бойындағы күрт өзгерісті байқаған құрбылары: "Сенің мұндай өнерің жоқ еді ғой. Қандай курстарға қатысып осылай өзгердің бізге де айтсаңызшы, біз де барып қатысайық" деп қалжыңдайтын. Бірақ оған анасының жүрегіндегі сыр аманат етілгелі, ол сырды ойына түсірмес үшін, ол туралы мүлдем еске алып ойланбас үшін барынша бос отырмауға тырысатын. Егер де мен ол туралы ойлай берсем, маған ешкім туған әке-шешемді әкеліп бермейді, менің балалық шағымды қайтадан қайтарып бермейді дейтін. Сонымен қатар бір күндері туған ата-анасы алдарынан шыққанда кезінде керексіз етіп тастап кеткен қыздарының жеткен жетістіктерін көріп, ішіне күйдіру, әйтпесе кезінде тастап кеткен жақсы болыпты, басымызға сұр болатын еді деп айтатындай сезінетін. Сол үшін өзін қайрап алға қарай ұмтылудан шаршамайтын. Кезіндегі тұйық мінезді қыздан ашық жарқын қызға айналады. Гүлзайнаттың бос уақыты жоқ. Күндер алмастырып өтіп жатты. Таң ұясынан шығып тұрыңдар, жұмыс жасаңдар, құр қарап жатпаңдар дейтіндей бір жаққа қарай асыққан адамдар. Оның арасында Гүлзайнат та бар. Ол өзінің университеттегі сабағына асығып келеді. Дер уақытында келіпті. Оның келгенін күткендей қоңырауда шырылдап қоя берді. Өзінің орнына барып отыра қалады. Оқытушы да келіп сабағын бастап кетті. Кенет есікті қаққан дыбыс шығады. Барлық студенттердің басы дереу есікке қарай бұрылады. "Сәлеметсіз бе, Гүлайна Қалиқызы?" "Сәлеметпіз. Студенттерге қояр сауалым бар еді, кірсем болады ма?" "Өте маңызды болса, кіре ғой." "Құрметті студенттер, бір жаңадан түсіргелі жатқан махаббат туралы киноға өздеріңіз сияқты сұлу, көрікті, ақылды студенттерді іздеп жүрген едік. Бұл киноға басты рөлде ойнауға 4 адам жетіспей тұр. 2 қыз, 2 жігіт. Әрине, оған атақты адамдардың арасынан ала салсақ болар еді. Бірақ біз бойларында бірнеше өнерді қатар алып жүрген өздеріңіздей жастарды неге түсірмеске деген ой туды. Сол себептен сіздерге келдік" дейді. "Оған кастинг болады ма?" "Әрине, кастинг бүгін түстен кейін өздеріңіздің университетіңізде көрермен залында болады. Келем деушілерді күтеміз." Бұл кастингке қатысып мен өзімді көрсетуім керек деген Гүлзайнат іштей өзінің киноға түсуге лайықты бірінші адаммын деп ойлап қойған еді. Айтылған уақытта киноға түсуді армандап жүрген университеттің жастары көрермен залына толып кетті. Кастинг жүргізушілері де дәл мұндай адам жиналады деп ойламаса керек. Қаншама өнерлі жастардың ішінен басты рөлді ойнауға іздеген 4 адамды таңдап алу оңайға түспеді. Келген үміткерлердің арасынан 10 адам таңдап алынды. Ал оларға тек 4 адам ғана керек. Оларға тапсырмалар беріп, ертең дәл осы уақытта осы жерде келулері керек екенін айтты. Гүлзайнат бұл берілген тапсырмаларды аса қиын бола қоймады. Осы кезге дейін бірнеше мәрте орын алып жүрген сайыстарында көрсеткен өнерін жинақтап шықса, бұл кастингтен өтеріне сенімді еді. Сонымен қатар таңдап алынған 10 адамның арасынан өзіне қарсылас болар адамдарды іздеді. Расымен де университеттің ең белсенділері таңдап алынған еді. Бірақ Гүлзайнатқа қарсылас болатын қыздардан 3 қыз болатын. Ол қалай болмасын 2 қызды жеңіп басты кейіпкерге керекті екінші қыз мен болуым керек дейді ішінен. Ол үшін әртістік шеберлігін дамыту керек екенін сезінетін. Осындай толғаныспен ол жатақханаға да келеді. Бөлмелес қыздар арқа-жарқа болып кастингке өткен қыздарды айтып, бүгінгі күндердің бір
кастингтің енгеніне әңгіме етеді. Гүлзинат олармен ұзақ отыра алмай ертеңгі кастингке дайындалу үшін тыныш жер іздейді. Ол әрине қазіргі интернет дамыған заманда студенттердің көп бара бермейтін жері еді. Ол теледидар тұрған бөлме болатын. Асыға-аптыға жатақханадағы кезекші апайға қарай бет алады. Оның ойлағанындай ол бөлменің кілті сонда екен. Кілтті ала салып межелі бөлмеге келеді. Іші кең жайлы екен. Есікті ішіне құптап алып дайындыққа кірісіп кетеді. Оның дайындалу барысы қанша уақытқа созылғаны белгісіз. Сағатқа қараса түн жарым болған екен. Ертең азанда сабаққа бара алмай қалармын деп бөлмесіне қарай жиналады. Бөлмесіне келсе қасындағы қыздар тәтті ұйқы құшағында екен. Аяқтың ұшымен жайлап басып өз төсегіне барып сылқ құлайды. Кастинг керемет өтіп жатыр. Әр үміткер өз өнерін көрсетіп мәз. Ең соңында үміткерлерге сұрақ қойылады. Сендер бұл кастингке қатысуға негізгі мақсаттарың не? Әр үміткер өз ойын айтуда. Кезек Гүлзинатқа келеді. Мен киноға түсудегі басқалар секілді армандаған жоқпын. Оны армандаудың керегі жоқ. Армандасаң ол мәңгілік сенің қиялыңда болып қала береді. Адам армандай бермей алдыға мақсат қою керек және соған жету үшін талпыну керек. Менің кастингке қатысудағы негізгі мақсатым өз рөлімді жақсы алып шығу. Сонымен қатар осы кинодағыдай махаббат хикаясы менің өмірімде болғанын қалаймын. О, міне жауап. Тамаша деген дауыстар әр жерден шығып жатты. Осымен кастингтен кім өткені белгілі болды. Ол шырылдаған қоңырау сағаттың дауысы Гүлзинатты ұйқысынан оятып жібереді. Мына сағат неге бүгін 5 минут кеш шырылдамады екен? Гүлзинат, саған не болған? Қашан көрдің сағаттың қойған уақытынан кеш шырылдаған? Мен бұлай сағатқа кінә қоймаушы Сен бұлай сағатқа кінә қоймаушы едің. Бүгін не болып қалды, а? Әлде түсіңде сүйіктіңмен жолықтың ба? Ой, қыздар, не айтып кеттіңдер? Мен кастингтен кімнер өткенін айтатын тұсқа келген кезде мына сағаттың безілдеді емес пе? Түсінбедің? Кастинг? Иә. Сен түсіңде бүгінгі болатын кастингті көрдің бе? Дәл солай. Иә, ондай болып тұрады. Адам нені көп уайымдаса, соны түсінде көреді деуші еді ғой. Мен де естігенмін ондайды, бірақ сен уайымдама, сен міндетті түрде өтесің. Мен айтқаным келсін. Ой, қыздар, әңгіме бұзау еміздер, бұзау таяғы жезіздер демекші, сабақтан кешігеміз. Осының ақ мақалы таусылмайды екен. Қажет жерінде дайын бола қалатынын айтсайшы. Енді ата жерінің қолында өскенмін ғой. Осындай абыр-сабырмен қыздар универдегі сабақтарына келді. Гүлзинат сабақта отырса да бар ойы түстен кейін өтетін кастинг деді. Әттең, кастингтен кім өтетінін естіп барып тұрғанымда ғой дейді береді ішінен. Толқынысқа толы сабақ уақыты да аяқталып, кастинг болатын уақыты келіп жетті. Көрермен залындағы адам қарасы кешегіге қарағанда әлде қайда аз екен. Көп күттірмей Гүлзинат өзі көрген түсіндегідей кастинг өтіп жатыр. Ақыры нақты кімнің киноға түсетіні анықталды. Кастингте өткендер: Арман Алданышұлы, Ермек Айдарұлы, Гүлайым Серікқызы және Гүлзинат Әскербекқызы. Гүлзинаттың қуанышында шек болмады. Ақыры мақсатыма жеттім дейді ішінен. Енді сендер өзара жұп боласыңдар. Арман мен Гүлзинат, Ермек пен Гүлайым. Ертең сендер сабақтарынан кейін мына мекенжайға келіңдер деп визитканы береді. Иә, әрине деп мақұлдасып, қай жерде жиналатындарын айтып, көрермен залынан шығып, әрқайсысы өз бақыттарына жүріп кетті. Өзінің мақсатына жеткеніне мәз болған Гүлзинат бұл қуанышын анасымен бөлісуді жөн санайды. Анашым, қалайсыз? Жақсымын, қызым, өзің қалайсың, жарығым? Мен жақсымын, тіпті өте жақсымын. Даусынан қуаныштан лебі еседі ғой. Еспегенде, анашым, мен киноға түсетін болдым. Не дейсің? Түсінбедім. Киноға деймін, анашым. Киноға, кәдімгі күнделікті өзіңіз теледидардан көріп жүрген киноға. Енді мені теледидардан көріп сағынышыңызды басып отырасыз. Қызым, сен үшін қуаныштымын ғой, деді күмілжіп Әнипа. Бірақ қыз баласының тым сілтеңдеп кеткені дұрыс емес. Әрине, мен сенің бетіңнен қақпаймын, тек өзің абай бол. Жаныңдағы адамдарға көп сене берме, ішіңдегінің бәрін ақтара берме. Сенің бар қырсыңды білген адам алдауға, арбауға барады. Өйткені, анашым, не деп кеттіңіз? Құдды бір қалаға енді шығарып салып жатқандай. Еш уайымдама, анашым, сенімен қуанышымды бөліссем ба деп едім, сен мені уайымдатып қойдың ғой. Енді қайтейін, қызым, бірдеңеге ұрынып қаламысың деп жатқаным ғой. Уайымдамаңыз, менде бәрі жақсы болады. Өйткені мені басқа емес, сіз тәрбиеледіңіз ғой, деді Гүлзинат анасының толқынысын баспақ болып. Жайды, қызым, аман бол. Жақсы, анашым.
Сондай бақытты сезінген Гүлзинат жатақханаға барар жолда жолай дүкенге кіріп, дүкеннен торт және түрлі тәттілер, сусындар алып қыздарға арнап той жасап бермекші. Мұның әкелген заттарын көрген қыздар алақайлап қуанып кетті. Ой, не деген тәттілер мынау! Дүкенде сатуға бірдеңе қалдырдың ба? Сен үшін қуаныштымын деген сөздер жан-жақтан шығып жатты. Сендерде қолдаушыларым бар, менде басқа арман жоқ қой, деді ішінен. Осындай қуанышты оқиғаларға толы бұл күннің кеші батып бара жатты. Әрине, әр адамның жанында қолдаушылармен қатар көре алмаушылар да қатар жүреді заңдылық. Өзі жете алмаған жетістікке басқа біреу жетсе, іштерін тырналап, ашу, ыза адамды жай отырғызбайтыны анық қой. Ондай адам Гүлзинаттың да жанында жүреді. Ол Гүлзинаттың ең жақын құрбысы Айзат болады. Айзат та Гүлзинат секілді біреудің жалғыз ерке қызы. Ата-анасы оған жетістікке өз күшіңмен жет, егер күшің жетпесе, айлаңмен жет деп үйреткен еді. Ол бұл кастингке қатыспаса да, Гүлзинаттың өзінен осып кеткеніне риза емес еді. Байқаймын, құрбым, соңғы кезде басты жетістіктерді алып жүрсің. Ол үшін қандай айла керек екен? Бізге де айтсаңшы. Бізде жетістікке жетіп марқайып жүрейік те, деді әлсіз аралас. Құрбым, оған ешқандай айла керек емес. Тек ниет пен мақсат және әрекет болса болғаны. Ешкім де Айзаттың бұл жерде айтқан сөзіне аса мән бере қойған жоқ еді. Тәттіге әбден тойған қыздар ертең таңертең сабаққа бару керектігі естеріне түсіп, мына жерде тез жинап ұйықтайық деді. Қыздар өзара әңгімелесіп жүріп, дастарханды жинап, тәтті ұйқыға құшағына енеді. Ал Гүлзинат кастингте өткеніне қуанғанымен, мен камера алдында қалай сөйлеймін? Ертең сөзімді ұмытып қалмайды ма екенмін? Тағы да басқа сансыз ойлармен ұйқыға кетіп, азандап басы ауырып тұрады. Әрине, басы ауырмағанда қайтсін, не күндіз, не түнде өз миына өзі тыныштық бермейді. Бірақ өзін тез жинап алды да, қаншама адамдардың арасында мені таңдап алғанда неге мен артқа шегінуім керек? Жоқ, Гүлзинат, қанет тұр, саған енді еріншек болуға болмайды деп өз-өзіне ұрсып жүріп, жуып шайынып таңғы асын ішеді. Бүгін біздің жұлдызымыз ерте тұрып алыпты ғой, деді Айзат көзін ашар аспастан тілімен Гүлзинатты тереу өтіп. Ұйықтай алмадым, олай жата бергенше тұрайын дедім, дейді Гүлзинат. Ештеңе етпейді, басында сондай болады, кейін бәрібір болып кетеді, деді Айзат. Ұйқыларын қимаған бөлмелес қыздар өздерінен өздері біреу қинап тұрғызғандай амалсыздан жуынатын бөлмеге қарай жүреді. Сөйтіп жүргенде сабақтың басталуына аз уақыт қалады. Сол кезде барып естерін жинап, қыздар асығып, аптыға жиналып универге қарай ұшады. Олардың келгенін күткенде қоңырауда шылдап қоя береді. Ентігіп барып орындарына жайғаса бергенде пән оқытушысы кіріп келеді. Құрметті студенттер, келесі апта сіздерге сессия болады. Стресс балаларыңды дайындап, маған өткізіңдер. Енді жетпегені сол еді деген студенттердің сөздері аудиторияны алып кетті. Қане, тыныштық сақтаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мәссаған, біз келдік. Енді қайттым. Азанғы уақытта сабақтарын, түстен кейін киноға түсемін. Қалай уақыт табамын? Деген Гүлзинаттың қуанышы су сепкендей басылды. Мұны байқап қалған Айзат: құрбым, саған не болды? Көңіл күйің түсіп кетті ғой. Ой, құрбым, бәрін қалай уақыт табамын деп ойланып отырмын. Еш уайымдама, сен жұлдыз болатын адамсың ғой. Ал жұлдыздарға көп уайымдауға болмайды. Әйтпесе бетіңе әжім түседі, сосын жүресің ертең салон жағалап. Жарайды, деген Гүлзинат күлімсіреп қоя береді. Сабағынан шыққан соң Гүлзинат кеше өздері келіскен межел жерге қарай шығады. Келсе әлі ешкім келе қоймаған екен. Қазір келіп қалар деп сол жерде тұрып отырғышқа жайғасады. 5-10 минуттан соң Ермек пен Гүлайым келеді. Олар Арманның келмегенін көріп: «Оу, жұбың қайда? Жұбың қайда кеткен?» дейді Ермек. Әлде кездеспей жатып ұрысып үлгердіңдер ме? Біз ұқсап қол ұстасып келмедіңдер ме? Байқаймын, берілген рөлге еніп кеткен сияқтысыңдар ғой, дейді Арман олардың арт жағынан келіп. «Оу, аманбысың досым, біз мұнда Гүлзинатты тергеуге алып тұрсақ, сендер менің жұмымды тергеуге алуға қалай құқыларың бар? Тиіспеңдер оған». Қаншама қалжың сөзі айтылып жатса да Гүлзинат мырс етпеді, өйткені оны басқа сұрақ мазалап тұрған еді. Ол келесі аптадағы сессия болатын. Егер ол сессиядан өте алмай қалса, ең жоғарғы дәрежеде алып тұрған стипендияда тұрмақ, төменгісінде ала алмайды. Оның тым салмақты түрін көрген Арман сөзге тартпақ болып
Саған не болған? Ойға батып кетіпсің ғой, әлде камерадан қорқатының бар ма еді? Жоқ, жай. Ай, бірақ сен сахнадан түспейтін қызсың ғой, ондайды елемейтін де шығарсың, деп Арман өз сұрағына өзі жауап бергендей болды. Гүлзинаттың өзімен сөйлескісі келмейтінін байқаған ол әрі қарай әңгімелеуді жөн деп санамайды. Қажетті аялдамаға келген олар машинадан түсіп, кеше сипаттап айтқан ғимаратқа қарай бет алады. Ғимарат өте әдемі сәнді. Тіпті бағанадан бері ой үстінде тұрған Гүлзинаттың өзі бір сәтке уайымын ұмытып кетті. Осылай таңғалып тұрған сәтте алдарынан кеше кастинг өткізгендердің бір мүсінші шығады. Сендер келіп қалдыңдар ма, қалайсыңдар? Саламатсыз ба? Қане, менің артымнан жүріңдер. Бәрі Қайрат Жолмырзаұлының артынан жүріп отырады. Арнайы бір кабинетке кіргізіп, міне сценарий, бір оқып шығыңдар. Сөздері онша ауыр емес, күнделікті өздерің айтып жүрген сөздер. Егер сөздер сендердің тілдеріңде ыңғайсыз болса, өз сөздеріңмен айналдырып сөйлеуге болады. Тек сценарийдің басқа жаққа ауытқып кетпегендерің жөн. Жарайды. Я оқып көрейік, мақұл. Айтпақшы, сендер кинода өз есімдеріңмен ойнауға қалай қарайсыңдар? Егер жоқ, ауыстырамыз десеңдер, олай жасауға болады ма? Әрине, егер сендер қарсы болмасаңдар. Кеше біз сол туралы ақылдасқанбыз. Бұл кинодағы оқиға да сендер сияқты жастар туралы. Иә, әуелі сценарийді оқып көрейік, сосын бір жауабын айтамыз. Жарайды, күтеміз. Ал мына сценарийде есім жайлы бір шешім таппағандықтан нөмірлеп көрсеттік. 1 Гүлзинат, 2 Арман, 3 Ермек, 4 Гүлайым. Енді өздеріңіз оқып танысып, өз араларында дайындала беріңдер. Қазір қажетті кейіпкерлер келіп біткенде бастаймыз, деп бөлмеден шығып кетеді. Бұрын-соңды бір-біріне тек сырттай ғана танитын жастар енді жақын араласу керек екендігін түсінеді. Сценарийден анау айтқанда өрескелдік байқалмаған. Олар кинода өз есімдерімен ойнауға келіседі. Қажетті кейіпкерлерді келіп болды. Осылайша түсірілімнің алғашқы бейнесі де басталып кетті. Өздерінің ұстау, сөйлеу мәнеріне байланысты бірнеше ескертулерді алып үлгереді. Жас болғандықтан бұлар әр ескертуден нәтиже де шығарып отырады. Түсірілімнің әуресімен жүріп, қалай кештің батып кеткенін де байқамай қалады. Бүгінше осымен бітті. Ертең бүгінгіден кешікпей 14:00-де осыда болайық, дейді түсірілім жетекшілері. Жарайды, сау болыңыздар. Далаға шыққан екі жұп қажетті жерге жетуге автобустың да тоқтап қалғанын байқайды. Арман, қыздарды үйлеріне жеткізіп салайық. Қайткенмен де басқа үйдің қыздары емес қой. Әрине, оларды осы күйінде тастап кетсек, біздің жігіттігімізге сын емес пе, дейді Арман. Өздері бір-бірімен енді ғана танысқан жастар енді қай аймақтан келгендерін, оқуға қалай түскендерін әңгіме етіп, қажетті мекен-жайға жетіп қалғандарын байқамай қалады. Ал қыздар ертеңге дейін бізді сағынбаңдар деп бір-біріне қол бұлғап қоштасады. Бөлмесіне келген Гүлзинат қанша шаршап тұрса да, стипендиядан құлап қалмас үшін мұғалімнің берген тапсырмасын орындауға кіріседі. Бөлмеден оны-мұны жеп, жүрек жалғаған ол қыздарды оятып алмайын деп заттарын алып, оқырман залына түседі. Ол жерде өзі сияқты сессияға дайындалып отырған қыздар бар екен. Жалғыз отырмайтынына қуанған ол жайғаса кетіп тапсырманы орындайды. Тапсырманы бүгін қалай да бітіремін деген ол шаршап қалжағанын сезіп, жартысын ертең жасауға қалдыруына тура келеді. Заттарын жинап алып бөлмесіне қарай кетеді.